Сәлем YouTube арнасының көрермендері, сіздерменен бірге мен Диас Нұрғалымов. Бүгін біз тағы да ВКонтакте жүйесінің бұзу жолын қарастырамыз. Алаяқтар ВКонтакте жүйесінде қалай бұзады деген сұрақ туындаса, бүгін біз сол сұраққа жауабын табатын боламыз. ВКонтакте жүйесінің бұзу жолдары өте көп, солардың бірін бүгін қарастырамыз. Бүгінгі кезекте бізде SnifMon сайты қажет. Бұл сайтта біз әдеттегідей тағы да ВКонтакте жүйесін бұзамыз. Яғни бұл жолы бізде тек бірақ сайт қажет болады. Бұл сайтқа кірген бетте бізде зарегистрироваться деген кнопка болады. Соған басам. Кез келген логин және пароль жазам. Өзіміздің жекеменшік email адресімізді жазам. Skype немесе ВКонтакте жүйесінің ссылкасын жазамыз және зарегистрироваться деп басамыз. Ссылка для взлома деген кнопка болады. Сол жерге басамыз. Төмен түсеміз. ВКонтакте деген жерде бізге өзімізге ыңғайлы ссылканы қарастырамыз. Екі ссылканы ашып көрейік. Біреуі компьютер арқылы ВКонтакте жүйесіне кіру жолы, ал екінші ұялы телефон арқылы кіретін сайт. Бүгінгі кезекте біз компьютер арқылы кіретін ссылка бойынша ВКонтакте жүйесін бұзатын боламыз. Осы ссылканы копировать етіп алып, біз кез келген ссылка қысқартатын сервиске барамыз және сол жерде осы ссылканы қойып укоротить ссылку деп басамыз. Осы ссылканы копировать етіп аламыз және осы ссылкаға кірген кезде мына жерде логин мен паролін жазады және войти деп басады. Аппақ экран болып шығып тұрады. Келесі кезекте осы жерде жазған мәліметтер біздің SnifMon базаға түседі. Ол үшін SnifMon сайтына кіреміз. Мына жерде обновить деген кнопка болады. Соған басам. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай мына жерде мен жазған мәліметтер шығып тұр. Осылайша ВКонтактені сіздерді взломать етеді. Сондықтан сіздерге ссылка жіберген кезде абай болыңыздар. Кез келген ссылка бойынша кіріп регистрация немесе осылайша логин мен пароліңізді жазбаңыздар. Сіздерді осындай жолмен алаяқтар взломать етеді. Сонымен бүгінге осы. Біздің арнамызға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, сау болыңыздар.